Табиғат сөз жетпес сұлулық, баға жетпес қазына, көз тоймайтын әсемдік, айтып жеткізе алмайтын қыры мен сыры мол құбылыс болғанымен, қазір сол табиғат нашарлап ластануда. Соның салдарының адам өміріне өте қауіпті жағдай тудыруда. Табиғат тіршілік құт берекесі. Табиғатты қорғау міндетіміз. Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, сақтау Қазақстанның болашағы, яғни біздің қолымызда. Ал енді қоршаған орта қалай ластана бастады, соны түсіндіріп өтейін. Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегі барлығы үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккен соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып, табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, біз сол шақта ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналамызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат аталуын көбейтумен болдық. Осылайша ортақ үйіміздің өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластанғандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымызды қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керектігін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұрыптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың барлығы суды қажет етеді. Біз электр энергиясын үнемдеуге тиіспіз, өйткені оны өндіру үшін өте көп пайдалы заттар шығындалады. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерді тазалап, суқтыруымыз керек. Мұны көшет отырғыздан бастай аламыз. Жай ғана отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек. Біз жас ұрпақ, табиғат қорғаны. Атадан балаға мирас болып келе жатқан табиғатымызды көздің қарашығындай сақтап, анамыздай аялап келер ұрпаққа таза күйінде қалдыруымыз керек. Табиғат адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялтатын сұлулық пен әсемділік әлемі. Сол сұлулық пен әсемділікті талай ақын жырға қосып, небір әншілер ән арнаған. Сол сұлулықты, әсемділікті жоғалтпай қастерлеуіміз керек. Бұл жайында халқымыздың қалдырған тағылымдылық, тәрбиелік мәні зор. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын. Құлақ көрсең көзін аш. Бір тал кессең 10 тал ек. Тағы да басқа ұлағатты сөздері, табиғатқа деген сүйіспеншіліктері қазіргі ұрпаққа үлгі өнеге. Сүйейік, табиғатты аялайық. Біз одан жақсылықты аямайық. Анадай табиғаттың аясында жылдырап жас балаша демалайық.